Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі таң расында қайырлы болды. Қазақстанға биыл өз еркімен оралып, әуежайда қамауға алынған қоғам белсендісі Ермек Нарымбай бостандыққа шықты. Бұл туралы оның адвокаты Жанар Балғабаева Facebook парақшасында жазды. Ермек Нарымбайды қарсы алу үшін Заречный кентіне баруға жиналып жатқандардың бәріне құлағдар етейін. Ол қазірдің өзінде Алматыда. Егжей-тегжейлі ақпаратты кейінірек хабарлаймын деп жазды. Жанар Балғабаева биыл шілденің 13-інде жазасын жеңілдету жөнінде сотқа арыз жазған Ермек Нарымбайдың өтінішін Қонаев қалалық соты қанағаттандырғанын хабарлаған. Мерзімінен бұрын босап, 11 айға жуық пробациялық бақылауда болатын болды. Біз айыппұл төлеп шығаруды сұрадық, бірақ прокурор пробациялық бақылау қажет екенін айтты. Судья прокурормен келісіп, қатаң шектеумен шығаруға келісті. Баспасөз мәслихаты, митинг пен шеру сияқты қоғамдық істерге қатысуға тыйым салынды, деді қорғаушы ханым. 2010 жылы Қазақстанның сол кездегі президенті Нұрсұлтан Назарбаевты отставкаға кетіру үшін референдум өткізу жөнінде бастама көтерген оппозиция жиындарының бірінде Ермек Нарымбай мырза Назарбаев кет деген ұран көтеріп шығып, 4 жылға қамауға алынған болатын. Кейін шартты жазамен босатылған, ал 2015 жылы қазанда алауыздық тудырды деген айыппен 3 жылға да сотталды. Кейін апелляция соты үкімді жеңілдетіп 3 жыл шартты жазаға ауыстырған. Осыдан кейін Ермек Нарымбай 2016 жылы жер митингісінен кейін өзіне биліктен қатер төнгенін мәлімдеп Украинаға кеткен. 2022 жылы ақпан айының басында Қазақстанға оралғанда полиция Алматы әуежайынан ұстап әкетіп қамауға алған болатын. Адвокаттың айтуынша 2,5 жыл түрмеге кесілген Ермек Нарымбай мырзаның жазасының 3-тен 1-і өтеліп те болған екен.